Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай шайға арналған әдемі қытырлақ тәтті вафлидің жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге ең алдымен 500 грамм сливочный перегар және де масланы міндетті түрде ерітіп және суығанын күтеміз. Суыған майымыздың бетіне 400 грамм қант, 400 грамм ұн салатын боламыз. Егер осы жасаған рецепт бойынша бізде 8 упаковка вафли шығады. Егер сіздерге қатты көп керек болмаса, осы рецепттің жартысына жасасаңыздар болады. 6 жұмыртқамызды бетіне жарып, жақсылап араластырып аламыз. Массамыздың барлығы бір қалыпты болу үшін біз міндетті түрде миксерлеп аламыз. Дайын болған массамыз қою емес, осындай сұйық күйде болу керек, өйткені бұл кішкене тұрғаннан кейін өзі онсыз да қоюланып қалады. Вафельницамызды алдын ала қыздырып аламыз және бір қасықтан құйып отырып 30-40 секундта пісіріп аламыз. Дайын болған вафлимізді ұзақ уақыт ұстамай 2-3 секундтың ішінде өзіңіз қалаған пішінде орауыңызға болады, әйтпесе тез кеуіп қалады. Егер сіздерге видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп кетіңіздер.